Армысыздар, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейі көптеген жылдар бойы қолөнер шеберлері, суретшілер, мәдениет және өнер қайраткерлерінің шығармашылығын музейлік іс-шаралар мен көрмелерде көрермен назарына ұсынып келеді. Ағаш шебері ағаштан түрлі тұтыну бұйымдары мен үй жиһаздарын жасайтын маман. Бүгінде сол ағаштан бұйым жасауды жаңғыртып, қазақтың осы бір өнерін дамытып, бабалардың өнегелі жолын жалғаған қолөнер шеберлері қазіргі күнде аз емес. Құрметті көрермендер, бүгін шебермен сырласу жобасы аясында қолөнер ісмерінің бірі, біздің кейіпкеріміз ағаш ұстасы, халықаралық қолөнершілер Қазақстан дизайнер одағының мүшесі, ұлағатты ұстаз төсбелгісінің иегері Шоқпаров Бердібек Сүйіндікұлының домбыра жасау шеберлік сабағымен танысуға шақырамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Мен Шоқпаров Бердібек Сүйіндікұлы, Жамбыл облысы, Жаңатас қаласы, Сарысу ауданының тумасымын. 1970 жылы 7 мамыр айында дүниеге келдім. Осы қолөнер саласында жүргенімде мен 1994 жылдан бастап осы саламен айналысып жүрмін. 95 жылы Алматы қаласына келген кезде ұстазым Дәркембай Шоқпарұлымен таныстым. Сол кісінің көмегінің арқасында, сол кісінің сабағының арқасында, үйреткеннің арқасында мемлекеттік Абай атындағы университетке бірінші курсқа түстім. 5 жыл оқып, сол универде сызу және кафедра мамандығын бітіріп шықтым. Қазіргі уақытта ағаш салумен жұмыс жасаймын. Ол кісінің қосқан үлесі көп деп ойлаймын. Ол кісінің өнер жолында ұстазы әкем деп айтамын. Сол кісінің берген дәрісін қазіргі уақытта Алматы қаласы, Алатау ауданы, нөмірі 169 мектептің пән мұғалімі болып жұмыс істеп жатырмын. Сол жердегі өзіміздің шеберлігімізді сол жердегі шәкірттеріме, оқушыларына үйретудеміз. Ол жерде жасап жатқан жұмыстарымыздың ол кісінің үйреткен терімен, металмен, ағашпен көрсеткен жұмыстарын жасаудамыз. Қазір уақытта өзімнің Қазақстанда алған жүлделерімді, жетістіктерімді айтып өтетін болсақ, халықаралық ұстаздар одағының мүшесі, халықаралық шеберлер одағының мүшесі, Қазақстан дизайнерлер одағының мүшесі, балаларға сабақ берген ұлағатты ұстаз ретінде танымалмын. Қазіргі уақытта осы салада жұмыс істеудемін. Менің арт жағында тұрған шәкірттер, мұғалімдер жасаған жұмыстар, солармен сіздер таныстыра өтейін. Біздің мектебімізде айта кететін стендіп, осы ұстазымызға арналған стенд бар. Сол кісінің жасаған жұмыстары, бұйымдары, ол кісінің қолынан шыққан жұмыстарын, темір, ағаш, металл, теріден шыққан жұмыстар сіздерге айта өтейін. Мұны аң терілі, мал терілерін жасаған жұмыстар. Бұл жерде торсық, саба, кесеғап, белдіктер, қалқан, осы жұмыстар сол кісімен жасаған жұмыстарымен сіздер таныстырып өтейін. Балаларға түсінікті болсын деп ер-тоқым бар, ер-тоқым жасау технология, ашамай бар. Осыларды сіздер ағаштан жасаған жұмыстар. Бұл жерден терілер айта кететін болсақ, таңғыра жұмыстың басталуы, бұл шеке теріден жасалған, бұны таңғыраның гальмоқта соғысы жауынгершілік кезде дауыл ретінде қолданады, қазір музыкалық аспар ретінде қолданып жатыр. Бұны енді бұл біздің мектебімізде жасалған, біздің мектебімізде Гайдар Келбек деген өзіміздің әріптесіміз, осы сол кісінің қолдан шыққан домбыралар жасап жатқан. Одан кейінгі айта кететін болсақ, мына жерде кеселердің түрлері, үлкен кеселердің, мына жерге ағашты өңдеу технологиясы, қалай жасалу керек, қалай құстан жасалған орындық, ол кісінің жасаған жұмыстары. Одан кейін мынау 72 жылы ол кісі баласы дүниеге келген кезде домбыраны тұтас ағаштан шауып шығарған ол кісінің домбырасы. Одан кейін шертер, ол кісінің қолданған шоттар, жасалған жетігендер, ол кісінің өзінің жасап шауып шыққан ағаштан
мебель жиһаздар, қозы мына жерге келетін болсақ, мына зергерлік бұйымдар мына ер тоқым, қазақ елі мына білезік, сақина, жүзік дейді. Одан кейінгі мынаған тоқталатын болсақ, бұл кебеже, азық-түлік салатын кебежеміз. Бұл жерде ағаш, металмен көмкерілген жасалған жұмыстарымыз. Бұл жерде кеселер, ағаштар жасалған кеселеріміз. Одан кейін келетін болсақ, мына зергерлік өнер. Бұл жерде зергерлік өнерде білезік, өнер жиек, сосын бойтұмар, одан кейін бұл жерлерде қалай өлшем бірліктерді, таразылар, қайшылар қалай кесу керек, қалыптар бәрі көрсетілген. Бұл жерде мүйізден жасалған тарақтар, солардың бәрі сол кісінің өз қолынан шыққан балаларға үйретіп, балалардың сана сезімін көрсетіп. Бұл жерге келетін болсақ, құсты қос көріп, қол көріп, осы жұмыстардың бәрі сол кісілердің жасаған жұмыстарын, мүйіз тұмсықты көріп, одан кейін ол жерде білезіктер, сақиналар жазылған, штамптар, қалыптар, осы нелерге жасалып, металдан жасалған жез, күміс, алтыннан жасалған. Одан кейінгі бұл жерге келетін болсақ, былай жатқанда сәндік домбыра, қобыздар, нелерге ағаштан жасалған, тұта ағаштан жасалған. Одан кейін бұл жерге тоқталып кететін болсақ, кеше ғана өзіміздің бабалар аманат деген 110 мұғалім қатысып, 110 таңдау 110 мұғалім қатысып, бұл жобаның авторы Қанағат Көдеков деген жігіт, екеуміз әріптеспіз, курстаспыз. Осы кітапты баспаханада шығарып, кеше ғана ашық салтанаты болды үлкен. Осы бұл жерде көбінесе жасаған шеберлердің, мұғалімдердің жасаған жұмыстары, еңбектері жазылған, ол кісілердің жетістіктері жазылған, осындай үлкен бабалар аманаты алғашқы кітабымыз, туындымыз туындады. Бүкіл Қазақстан бойынша алғашқы кітабымыз. Әлде бұндай кітаптар жалғасады деп ойлаймын, әлде бұндай кітаптардың түрлері шығады деп отырмын. Болашақта мынау біздің қол өнеріміз көрмелерде көрінеді деп ойлаймыз. Көркем еңбек пәнінің жұмыстарын жасап алға шығарып отырмыз. Алдағы уақытта балаларымызға, шәкірттерімізге үйретіп, сол кісілердің солардың жасаған жұмыстары әлі деңгейі жоғары, халықаралық деңгейлерге көтерілді деп ойлаймыз. Өзімізде жұмыстарын аламыз. Қазір бүгінгі менің домбыра жасаудың технологиясын кішігірім ғана сіздерге қалай жасалатынын атап өткім келіп отыр. Соған сол жобаны сіздерге көрсетсем. Мынау енді бүгінгі біздің көрсетуде отқанбыз домбыраның жасау, жалпылама жасау түрін көрсете отырмыз. Енді домбыраның қасиетті домбыра. Қазақтың жырын білген кезде домбырадан сұрайды. Мынау қазақта домбырамен, домбыра арқылы дүниеде талай нәрселер, талай қызықтар, талай ғасырлар бойы өзімізге келетін домбыра. Осы домбыраның жасалу технологиясында ең бірінші қақпағы, мынандай беткі қақпағы. Арнайы қарағайдан кесіп, мынандай 7 мм қарағайдан кесіп, бәрі бір қағып келтіп аламыз да, бір-біріне желім арқылы желімдейміз. Одан кейін мына 1, 2, 3 нөмірлі арқылы біз бір-біріне қысу арқылы клей жағамыз. Бұл клейден жаққаннан кейін, бұл жақпас бұрын, бұның текстураларын қарауымыз керек. Мына жерлердің текстураларын қисайып кетпеу үшін бірін қарамға қарсы қылып жатқызып, бір-біріне клейлейміз. Клейлегеннен кейін бұл клейді қоқ қойымыз, клейді тұрғаннан кейін біз домбырамыздың мойын ағашын көшеміз. Домбырамыздың мойын ағашын да жасар алдымызда, заготовка жасап аламызда, бұны да бұл жерде кәмшат ағашының қарағайдың ортасына саламыз. Қарағайдың ортасына салатын себебіміз мына қайынға қарағанда кәмшат ағашы мықтырақ, қаттырақ болады. Сол себебі мойын ойнап кетпеу үшін бұнда бір-біріне сүргілеп, дайындап алған кептіріп, бұнда қысып қоямыз. Одан кейін бар, біз мына домбырамыздың артқы шанағына келетін болсақ, бұл жерде ағаштың жаңға ағашынан, өзіміздің жаңға ағашынан тіліп, дайындап, реттеп қойдық. Осы жаңға ағашында арнайы қыздыру арқылы пешке
қысу арқылы иеміз арнайы қысу арқылы. Одан кейін осы арнайы қысу арқылы пешке игеннен кейін дайындап болғаннан кейін мынандай арнайы қалып болады. Қалып. Мынау сол қалыпқа мынау мойнымызға мынандай дайындап қойған мойнымызды мынандай үлгіге салып арамен тілеміз. Мынандай арамен тілеміз. Арамен тілгеннен кейін одан кейін бар оны мына қалып арнайы қалыпқа шанақ иіп бәрі дайындап алғаннан кейін мына шанақты қалыптың ішіне былай. Бұл енді біз дайынын көрсетіп отырмыз. Дайын көрсетіп отырмыз. Мына аламыз да мына тесак қысамыз. Атауыз дейді, тесак дейді, қазіргі сәуізметімен айтқан кезде мынау орнат. Мынау клейлеп жатқан кезде жан-жақты қашып кетпеу үшін мынау ұстатып қоямыз, қашып кетпеу үшін. Енді резинаны аламыз да бірінші мойнынан бастаймыз. Мойын орап аламыз. Одан кейін иықса не арқылы бір-біріне жерін жарып қойған арқылы бір-біріне келеміз. Тартып келіп ағашымызды, шонағымызды қысып тастаймыз. Үстіп қысып дайындап алғаннан кейін кептіріп қоямыз. Бүгін қазір домбырамыздың клейлеп болғаннан кейін, шанағын клейлегеннен кейін беткі қақпағын орнатамыз. Одан кейін қосымша мойын орнатамыз. Алақанын орнатып алғаннан кейін, алақанын құлағын орнатып алғаннан кейін, бұның бетінен ұшпоннан қалыңдығындай біз ой өрнектер бетіне сызып аламыз. Ой өрнек сызып алғаннан кейін, соның бетіне сызғаннан кейін, сол қалыңдықты, мына шпонның қалыңдығында ойды орнатамыз. Одан кейін бар, ойды орнатып болғаннан кейін, бұл домбыраның пернелерін бәрін келтіру арқылы, шектерін орнату арқылы мынандай дайын домбыра пайда болады. Тегі, шегі, перделері, құлақтарының дайын домбыра болады. Бұның соңына дауысын тексеріп, жасап өзіміздің шеберханаларымызға қойып